барса қызы есінен танып жатыр екен. Қайтадан жедел жәрдем шақырып, қызын да ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде еш жеріне зақым келмеген. Бірақ та қатты шошынып қалғаны көрініп тұр. Әбден есеңгіреп қалған анасы құшағына қысып жылап жіберді. «Қызым, саған не болды? Неге жылап тұрсың? Кешірші мені. Кешіре аласың ба? Неге бұлай істедің? Ол тамаққа шиша қосып нең бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің?» Қаншама сұрақ қойса да бір жауап жоқ. Тек қана үнсіздік. Кіп-кішкентай қыз көздерінен жас тоқтар емес. Үнсіз ғана ішінен тынып жылап тұр. Денсаулығында ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне оралады. Үйіне жеткен бойда есік алдында жыртылып жатқан жалғыз қуыршағын қолына алып жұлқылап, одан әрі жыртып, бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғымен езгілеп әбден тепкілей берді. Балжан мен Серік қыздарын әрең сабырға шақырып тыныштандырды. «Қызым-ау, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның жазығы не?» Тағы да сол үнсіздік. Үйдің ішін, ауладан бірдеңе іздеп Сабина ары-бері жүгіріп жүр. Оның ағасын іздеп жүргенін Серік пен Балжан бірден түсіне қоймады. «Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеңе десеңші, неге сөйлемейсің?» Тағы да сол күйі, ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған ата-ана қыздарын құшақтап жүзіне тік қарап еді. Оның еріндері қимылдағанымен ешбір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. «Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Менің қызым ештеңе болған жоқ. Менің қызыма ештеңе болмайды. Сен қатынға дауа жоқ екен. Қызды неге қамап кеттің? Ал не болды ал? Қорыққаннан мылқау болды да қалды. Осы ма еді қалағаның?» Иә, Сабина қатты қорыққаннан тілін жұтып қойды. Мылқау болып қалды. Ал Ерқанат болса мүгедектер арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Серік жалғыз өзі тыным таппай, әйтеуір күн көріске жетерлік ақша тауып келеді. Қызының не үшін мұндай әрекетке барғанын түсінген ана жүрегі қос перзентіне қарап тілім-тілім болып сыздап ауырады. Өкінеді, күйінеді, бірақ өткенді кері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қызының көзінше итке шиша сынықтарын нанға қосып беріп, итті азаптап өлтірген әкесі кінәлі ме? Қызына көңіл бөлмеген, қуыршағын тігуге жарамай, ұл қызын бөліп жарып, бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ме? Қуыршағын тістеп жыртқан үшін итке кек сақтап, оны өлтірмек болған кішкентай қыз кінәлі ме? Кейде қу тірліктің артынан қуып, баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жататынымыз рас. Міне, көрдіңіз бе? Кішкентай өтіріктің соңында қандай қайғы. Егер де анасы сол кезде қуыршағын тігіп, жөндеп берсе, байғұс қыз итке өштесіп қалмас па еді? Әкесі қызының психологиясына әсер ететін мұндай көріністі қызының көзінше жасамаса, қыз да бұл әрекетке бармас па еді? Сұрақ көп, бірақ сол сұрақтың жауабын тапқанмен енді ештеңе өзгерту мүмкін емес. Балаңызға бір сәт көңіл бөліп жүріңіз.